Ассалаумалейкум достар, бүгін сіздермен біз рассольник дайындайтын боламыз. Біз ең бірінші суға етімізді салып, қайнатып алдық. Мінекей қайнап жатыр. Енді біз барлығын аршып алдық. Көкөністеріміз сәбіз, пиязымыз және де картопымызды. Енді осыларды алып, шетінен турайтын боламыз. Мінекей пиязымызды 4 бұрышты алып, ұсақтап турап аламыз. Пиязымыз дайын. Енді біз сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді де ұсақтап 4 бұрышты алып, біркелкетіп турап аламыз. Біздің сәбізіміз турап болдық. Енді картопымызды да орташа мөлшерде 4 бұрышты алып турап аламыз. Енді 2 тал чесногымызды ұсақтап тураймыз. Енді біз қиярымызды қосамыз. Ол соленый қияр болу керек, банкада жабылған. Жай магазинде қиярлар болмайды. Тұздалған қияр болу қажет. Және де біз перловкамызды мінекей алдын ала қайнатып, суға пісіріп алдық, жеке суға. Және де етімізді алып турап алдық. Мінекей барлық туралған қоспаларды қайнап тұрған сорпада салып 25 минуттай пісіріп аламыз, қайнатып. Мінекей біздің рассольнигіміз дайын. Өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер.